Сәлем достар, бізде бар арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша. Мен каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі менің видеом өте қызықты болады, себебі бүгін мен Аружан мен Фатиманы өзімнің осы аптада, осы жылда, в принципе, бірінші және соңғы рет мектептен алатын боламын. Алып кететін боламын. Бүгін енді өздеріңіз білетіндей мен мектептен шықтым, 9-ды бітірдім. Және де мен уже мектепке бармаймын. Неужели? Сондықтан да бүгін енді Фатима 1-ші сыныпқа барды, ал Аружан 7-ші сыныпқа барды. Фатимада бүгін сабақ 12-де бітеді, ал Аружанда вроде бы 1-де бітеді. Сондықтан да мен екеулерін как раз бірге алып кетемін. Және де сіздерге, енді бөлсем, екеулері қалай вообще мектепте өмір сүріп жатыр, қандай вообще көңіл күйлері, өмірлері, короче, солардың барлығын сіздерге көрсетемін. Сосын біз мектептен кейін тағы да бір жерлерге барамыз, себебі бүгін біз жаяу жүретін боламыз, өйткені мектеп біздің үйге прям өте жақын. Сондықтан да достар, осымен мен видеомды бастаймын. Сіздерге видео ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Болса осымен мен видеоны бастаймын. 6:12 біз бастаймыз. Кеттік. Достар, мен, шықтым. Шашым, су, мен бүгін жуынып алғанмын, таңертең тұрған кезде. Мен енді шығайын деген кезде Мұстафа оянып кетті да, и Мұстафа уже біледі, кім шығайын деп жатыр. Сізмен шығайын деп жатқанымды көріп жылап кетті, достар. Мұстафаны алып кеткім келді, конечно же, мен алып кетпеймін. Мұстафаны алып кетсек, біз міндетті түрде ешқайда шыға алмай, сразу прямой үйге барамыз. Себебі Мұстафа вообще жылай береді. Сондай. Сондықтан да қазір өзім Фатима мен Аружандарға шықтым. Бүгін де достар, менің Фатима мен Аружанмен өткізген соңғы күндерім. Сондықтан да мен осылай күтіп алайын деп жатырмын. Достар, вот менің мектебім. Фатималар ана жақта оқиды, себебі олар бастауышта. Сондықтан да қазір Фатимаға барамыз. Фатиманың шығуына әлі 20 минуттай бар. Сондықтан да мен отыра тұрамын. Жерде басқа сыныптар шығып жатыр, Қазір мен Фатиманың сыныбын күтіп отырмын. Достар, Фатима шықты. Формасы. Қалай өтті бүгінгі күн, күшті ма? Подружилась? Да. Неше подругам бар? 2. Достар, уже нормально, да? Қазір біз Фатима екеуміз қайда барамыз? Магазинге. Ма осындай бейнелеу өнерінде сурет салып. Тау ма? Просто табиғат, да, вам? Тау. Өте әдемі. Это как снег. Ну да, реально. И гүлдер. Біз, осындай площадкаға келдік. Панфиловтың ішіндегі біздің мектеп, ар жақта. Біз мына жердеміз. Фатима не ойнап жүр. Осындай площадка кішкентай ғана бар екен. Сол қазір енді Аружанды күтіп отырмыз. Аружан бізде нешеде? Қазір 12:44. Аружан 13:05-те шығады. Хорошо. Идемте. На гору сейчас будем забирать. Вот, это вот гора. Я надеюсь, я с ней пойду с вашими телефончиками. Я на самом деле первый раз с телефоном хожу. Так вот, как вы видите, главный я вас потерять. Я не знаю, как. Ну, постойте здесь. Хорошо? Все, я уже иду. Все, вот я, как вы видите, да? Я иду. Идемте на горку. Сейчас. Идемте на вот эту горку. Сейчас я буду скатываться, но я боюсь. Смотрите, какой километр, просто очень красивая, да? Но она очень грязная. Так, ладно. Давайте, сейчас я буду скатываться. Вот, смотрите. И не страшно, ладно, давайте идемте. Но я здесь первый раз. Вы видели вот эту вот горку, что со мной сделала. Так, но сейчас мы идем к Айше отдавать ее телефончик. Но сперва надо прийти отсюда. Вот так, вот эти вот лазеры, я через них с вами прохожу еле. На самом деле, ой, я чуть не упала вообще. Ребята, это очень на самом деле сложно. И вот и мы прошли. Так, мы прошли. На! Ранзер біз жаңа магазинге барғанда смак алдық маған, Фатимаға мындай и соқтар.
Қазір Аржан келеді мына жақтардан. Фатима, ты довольна, да? Қазір біз қайда барамыз? Білмеймін. Паркке барамыз. Үйге. Үйге барасың ба, паркке ма? Ну, короче, қазір көреміздер. Саған мектепте ең қатты не ұнайды? Например, асхана или там сабақ оқу. Мне нравится только рисовать. Сурет салу ұнай ма? Прям қатты ма? Еще писать. Молодец. Мне достар Аржан шықты. Как прошла школа? Нормально. Вот, Аржан неше сабақ болды У сендерде? меня круто. 6, ал Фатимада 4. Ал менде 0. Менде өткені тағы да минусында болған. Иә. Бірінші класста 7 сабақ болады ғой, дұрыс. Потом помыла голову, я успела. Я тоже помыла голову. Вообще мне эта музыка нравится, поэтому иди сюда. А, спешл? Иди на. Алтын күн аспаны. Чё говори? Говори, я должна с тобой говорить. Алтындан дағасы. Фатима, достар, короче, қазір біз KFC-ге барамыз, бірақ енді просто фри и наггетс Я жейміз, уже так могу шунгуры пойти. Не надо говорить, шыңғырап. Я хочу. Короче, қазір фри и наггетсы алып беріп жейміз, короче. Достар, міне біз үшеуміз келдік. Қазір фри наггетсы заказадық. Қазір жеп алып үйге қарай шығамыз. Енді шашынсыз пыслады. Фатима. А со мной телефон. Давай шашын. Почему? Это красиво будет. Тебе не больно. Я большую сделала. Что? Почему она такая маленькая? Это не больно. Достар, без наггетсы и фри. И Фатима. Фатима. Ты довольна теперь? Да. А где? Достар, неге біз типа... Достар, неге біз типа KFC-ге келіп десеңіздер, просто KFC біздің үйге и мектепке прям өте жақын, сондықтан да біз сразу осы жерге келдік, если что. Қараңыздар, что за красотка тут TikTok смотрит. Кімнің телефоны? Достар, біз уже үйге жақындап қалдық, неужели? Шаршап кеттің екеуі, бәріміз шаршап кеттік. Фатима 5 минут қалды, 5 минут қалды. Бағанадан бері Фатима нервімізға тиіп жылап келді, қыңсылап, потому что оның типа іші ауырды, бір жері ауырды. Оказывается, этикетканың кесірінен Фатима бағанадан бері жылап, жын ұстап келді. Сондықтан да қазір кесіп тастаймыз, я, Фатима? Тупая, блин. Біз енді бәріміз үшеуміз. Қазір, короче, мамам, Мустафа, Аржан, Фатима бәріміз шығып, зеленый жаққа қарай барамыз. Себебі сол жерде бізде бүгін массаж какой-то. Сондықтан да қазір мамам мен Аржанды күтіп тұрмыз, ал олар уже шықты. Өздеріңіз көрдіңіздер, Фатима осындай бізде. Мустафаға күн бермейді. Байқұстай. Қысатын адам болса ғой, иә? Щечка. Қазір енді бәрімізге сок алдық, себебі дала біресе жанып тұр, біресе прям жаман суық. Сондықтан да біз сок алдық бәрімізге. Қазір Аржан ана жақтардан банан алып келеді, себебі Мустафаның, конечно же, аузы босамау керек. Достар, қазір енді біз массажға қарай барамыз. Но қазір мамамдар тағы да бір жерге кіріп шығайын деп жатыр. Бүгін мынандай біздің үйдің дәл қасында ағылшыннан бір курс, короче. Не знаю. Короче, қазір біз енді мамамдарды күтіп тұрмыз. Себебі біздің массаждың басталуына жарты сағат қана қалды. Вот, я Фатима. Ну, Фатима бармайды, скорее всего, мен и мамам, потому что ол бір лечебный, сонда бір нәрсе массаж, короче, болады. Мустафа мырза, сізге қалай? Нормально ма? Я түсініп тұрмын, сіздің надайлыңыз шығып кетті, я. Түсініп тұрмын, жоқ, шықпаңыз. Сіздің өміріңіз әлі алда. Мустафа, пожалуйста. Менің массажым бітті, ал енді қазір мама массаж алып жатыр. Қараңыздар, осындай өте әдемі вид из окна. Бұл енді зеленый жақ мне.
көбісіне таныс болар, иә, бүйтіп көрсетсем. Короче, шашым ужасно, май просто. Майы ағып жатыр, қараңыздар. Просто қараңыздар. Мен бүгін қана таңертең душқа түсті. Ой, басымды жудым просто. И еще қараңыздар, мен не істедім, как бы шашымды бұйралап, әдемі қылып шықсам, мен вообще ұмытып кеттім, то, что бүгін массаж, и массажда прям май, енді май жағады да, и потом басқа да массаж жасаса, бүкіл шашым қараңыздар, ема, барып өзімді өлтіріп тастағым келіп тұр, себебі мен бүкіл денем май болып тұр, қолым май, мен майды вообще жек көрем қатты. Но вот топаспын ғой, конечно, шашымды именно осы күні жуып, именно осы күні мынандай жасауға. Просто, достар, прям денемде сезіліп тұр, анау май. Но, конечно, маған массаж ұнады, өте күшті болды, иә. Но прям жаман, май. Ай, достар. Особенно шашым, как будто мен бір ай или 2 ай жумбаған сияқты болып тұрмын. Хотя мен бүгін ғана жуындым. Достар, мен шашыма вообще мән бермеңіздер, мен өзім де мән бермеуге тырысамын. Но прям ужасно болып тұр, ужас шашым. Бір қараңыздар. Кепка да алмағам, вот даже кепка алмағам, хотя бы мұның бәрін. Короче, достар, мен өзіме мынандай сумка алғанмын. Қазір мен сізге көрсетем, мен ішінде не салам. То есть мен сумкамда не бар. Бірінші, ол осындай влажный салфетка. Мен осы влажный салфеткамен бүкіл денемді сүртіп тастауға дайынмын. Мүмкін болса даже шашымды. Но невозможно әрине. Сосын осындай тарақ және де айна бірге. Мен бұны вообще Валберстен заказ бергенмін 700 теңгеге. Осындай наушник. Осындай помада. Және соңғысы осындай духи. Короче, достар, өзім өте көп ақшам. Типа, ақша жоқ. Енді достар, бізде сағат 18:10 болды. 6-тан 10 кетті. Қазір біз енді мама массаж жасап болады. Сосын біз, наверное, үйге қарай қайтамыз. Себебі мен наумен ешқайда шықтым деп тұрған жоқ. Короче, достар, мен кепка тауып алдым. Сондықтан да как будто үйімізде душ жоқ сияқты көрінбейді. Но бәрібір мына жақта өте жаман. Енді осымен мен видеомды аяқтаймын, себебі біз қазір үйге барамыз. Бәріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.